Балқаш қаласында жылыту маусымы басталды. Қала тұрғындарының 60% жылумен қамтамасыз етілді. Қазіргі уақытта Балқаш жылу электр орталығында қазандықтар мен турбоагрегаттарды жөндеу жұмыстары жалғасуда. Бұл туралы әріптесім Дариға Жаманованың бейнематериалынан бірге қарайық. Балқаш жылу электр орталығы мамандары нөмірі 9-шы, 7-шы, 8-шы қазандық агрегаттары мен 2-шы, 3-шы, 6-шы турбоагрегаттарына жоспарлы ағымдағы және кеңейтілген жөндеу жұмыстарын жүргізді. Бүгінгі күні 6-шы нөмірлі қазандыққа күрделі жөндеу жүргізілуде. Инвестициялар бойынша биыл бізде 2,4 миллиард қаржы бөлінді. Біз бір коммунаторды 10,5 киловольтқа өз қажеттіліктерімізге арналған трансформаторға ауыстырдық. Енді қуат сорғысын ауыстыруды жоспарлап отырмыз. Мамандардың айтуынша Балқаш жылу электр станциясы жылыту маусымына дайын. Қазіргі уақытта 3 қазандық пен 3 турбина дұрыс жұмыс істейді. Қазан айының ортасында 4-ші қазандықты, ал қарашада 4-ші турбинаны қосу жоспарлануда. Жылу желісін 2490 тонна айналыммен қамтамасыз етеміз. Балқаш жылу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өтіндері бойынша жүк тиейміз. Қазір 50-60% жүктелген. Жылу электр станциясы мамандарының айтуынша барлық жұмыстарды 14-ші қазанға дейін аяқтау жоспарлануда. Ал жауаптылар нөмір 7-ші турбоагрегатты күрделі жөндеуді 5-ші қарашаға дейін аяқтауға уәде берді. Дариға Жаманова, Бүлдірген Асығат, Сарыарқа телеарнасы.